Ұлттық мүдде бәрінен бұрын қорғалуы керек. Яғни тіл, ұлттық рух, ел мен жер, дәстүр әр отанымыз үшін құндылық саналады. Ұлттық мүдде кеңесі қоғамдық бірлестігінің тең төрағасы Жасан Зекейұлы осылай деді. Құрылғанына көп бола қоймаған бірлестіктің айтары көп. Бүгінде құрылымын бекітіп, мақсат мүддесін айқындаған. Ұйым елдің әлеуметтік, экономикалық дамуына атсалысуды көздейді. Біз айттық қой, халықтың алдына уәде бердік. Халықтың үнін еститін, құлақ асатын үкіметпіз деп. Соған бір жағынан қолдаушы ретінде президентіміздің 7 жылдық мынау бағдарламасын толық түрде халыққа жеткіздік. Енді соның шынайы іске асуына бір жеңнен қол, бір жеңнен бас шығарып көмектесу біздің ойымыз. Енді ұлттық мүдде атында тұр. Бұл президентіміздің жақында айтқандағыдай әрқайсы үкімет қызметкерлері өзінің мемлекеттік мүддені жеке басы мүддесінен жоғары қоятын идеологиялық жұмыс істеу керек. Қазақтың ру тайпаларының шығу тегі мен ежелгі бабалар мекені тағы бір кітапқа арқау болды. Елордада ұлы тарих және ұлы әулиелер атты жинақ жарық көрді. Кітап авторы араб, парсы, шағатай тілдерінің білгірім Зәріпбай Оразбай. Автордың айтуынша жинаққа бірқатар ғұлама-ғаламдардың еңбектері мен шығармалар енген. Ұлы тарих және ұлы әулиелер деп атауының себебі, басты себебі, ұлы тарих дегенімізде бұл жерде біздің түрк атамыздың тарихы берілген. Түрк атамыз ең алғашқыда Алатау мен Қаратаудың осы өздеріңіз білетін баурайында Сайрам қаласы мен Талас қаласының екі аралығында қоныстанған. Бұл біздің түркілердің алтын бесігі деуге болады.